Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін осындай вупи пай тортын жасайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Ол үшін алдымен сары майымыз бен шоколадымызды микроволновкада немесе водяной баняда осылай ерітіп аламыз. Енді жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, қант салып, әбден миксерлейміз. Бөлек ыдысқа елеуіштен өткізген ұнымызды және қопсытқышымызды салып, какаомызды салып, араластырып қоямыз. Енді жұмыртқамызға жарты ұнымызды салып, тағы да миксерлейміз. Бұдан кейін еріген майымыз бен шоколадымызды саламыз және қалған ұнымызды салып, толық миксерлеп аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болады. Енді пергамент қағазымызды алып, осылай сызып аламыз. Менде бұл жерде диаметр 24 см. Және осы пергамент қағазымызға видеодағыдай қамырымызды жайып шығамыз. Біркелкі қылып жаямыз және духовкада 8-10 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Осындай 4 күлше пісіріп аламыз және видеодағыдай артық жерін кесіп алып тастаймыз. Енді крем жасауға кірісемін. Ол үшін сливкиді әбден миксерлеймін. Толық рецепт видеоның астына қалдыратын боламын. Одан кейін сахарный пудра салып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді маскарпонемізді салып, творожный сырымызды саламыз және әбден араластырамыз. Бір келкі болмайынша. Міне бізде крем дайын болды. Енді тортты жинауға кірісеміз. Видеодағындай осылай шарик жасап, тортымызды жинап шығамыз. Кремімізді осылай мешочекке салып, егер насадкамыз болмаса, бұл кезде мешочектің басын үлкендеу қылып кессеңіз болады. Видеодағыдай осындай крем жағып, тортымызды жинаймыз. Міне тортымды жинап шықтым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді бұның үстіне ганаш жағатын боламыз. Одан кейін қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Ганаш жасау үшін бізге сливки және шоколад қажет. Екеуін микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп алып, осылай тортымыздың бетінен біркелкі қылып құйып шығамыз және қалауларыңыз бойынша тортты әрлесеңіздер болады. Мен бүгін екі торттан микс жасайын. Бұл жерде красный бархат және медовик торты. Красный бархат тортына сілтеме қалдыратын боламын. Ұнаса лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Үлкен рахмет, сау болыңыздар.